1 қыркүйек білім күні мектеп оқушылар үшін ерекше. Білім ұялары есіктерін айқара ашып, алғаш мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндерді қабылдады. Биыл облыс бойынша 10 мыңнан астам бала алғаш мектеп табалдырығын аттады. Оларды сапалы біліммен қамтамасыз ету үшін ағарту саласында қыруар жұмыс атқарылуда. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев білім беруді дамытуға ерекше көңіл бөледі. Осы саланы жаңғырту бойынша белсенді жұмыстар жүргізілуде. Білім беру процесіне заманауи нысандар мен инновациялық әдіс тәсілдер енгізілуде. Жыл сайын жаңа мектептер желісі көбеюде. Осы жылы облысымызда 5 мектеп пайдалануға беріледі. Ал алдағы 2 жылда 7 мемлекеттік мектептің іргетасын қалаймыз. Биылғы оқу жылы да жаңа жетістіктер мен игі істерге толы болатынына сенімдімін. Жаңа оқу жылына жаңа леппен қадам басқан оқушылар білім бәсекесінде алға озып, Абай облысының абыройын асыра берсін. Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмірі 37-ші мектеп гимназиясы 2023-2024 оқу жылын жоғары жетістіктермен аяқтады. 210 оқушы халықаралық, облыстық, республикалық олимпиадалардың, сайыстардың жеңімпазы атанды. Гимназия биылғы жаңа оқу жылын 1404 оқушымен және 121 жоғары білімді мұғаліммен бастап отыр. Алдыға қойған мақсатқа жету жолында Ыбырай Алтынсарин атындағы 37-ші гимназия ұжымы қажырлылықпен еңбек етуде. Гимназиядағы білім сапасының басты көрсеткіштерінің бірі мектеп түлектерінің ұлттық бірыңғай тестілегі көрсеткен білім деңгейі. Жаңа оқу жылында оқушылардың көңіл күйлері де ерекше. Алғашқы қоңырау салтанатына дайындаған бағдарламаларын ұсынып, өнерлерін көрсетті. Оқу жылы ұстаздарға жаңа талаптар жүктейді. Болашақ ұрпақты кемел біліммен сусындату ұстаздың қолында. Алғаш рет мектеп табалдырығын аттап жатқан шәкірттерімізге білім көгінде қаққан қанаттар талмасын деп тек қана сәттілік тілейміз. Өзімнің сыныбым енді бұған дейін де мен 7 сынып шығардым. Сол сыныптарының ішінен былтырғы оқу жылының өзінде 1 жылдың ішінде республика көлемінде 3 жеңіскер шәкіртім бар. Енді сол шәкірттерім сияқты осы балаларымда талапты, әрқашан білімнің көгінен көрінетін, республикадан, облыстан, қалалық бәйгелерде жүлденің алдын бермейтін шәкірттер болады деп ойлаймын. Білім күніне арналған салтанатты жиынға келіп, баласы алғаш мектепке қадам басқан ата-ананың көңілінде ерекше толқыныс бар. Осындай ананың бірі Назира Мейрамбайқызы. Міне бүгін баламды Ыбырай Алтынсарин атындағы 37-ші мектеп гимназиясына әкеліп отырмыз. Баламыздан енді барлығымыз жақсы үміт күтеміз. Жақсы үздік оқушылардың қатарына қосылады деген үміттеміз. Бұл күні барлық мектепте сынып сағаттар өтті. Онда ұлттық құндылықтардың, патриотизмнің, адалдықтың, адам өміріндегі бір-біріне деген құрмет пен сенімнің рөлін талқылауға ерекше назар аударылды. Сайгүл Семихан, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.